Жүректегі мұз 75-ші бөлім өте қызықты эпизодқа толы болады. Видеоны до конца аяғына дейін көреміз. Коммент жазып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мелек, Сумру, Нұқтың отбасы барлығы ауруханада. Нұқтың қатерлі ауруына шалдыққанын естіген бұлар жылап қалды. Ал мұнда Хикмет бөлмесін қиратып, азан-қазан қылып тастап кеткен. Үйдің сыртында сатылады деген жазу ілінді. Менде қатерлі ісік бар, Нұқ ауруханада жатыр, менде бәрі дұрыс дейді. Ал мұнда Хикмет өзінің ақшасына сеніп, Қалел екеуі ақшаға да суғиге қарап отыр. Бунами болса көшеде тайраңда жүріп келеді. Мен баймын, менде проблема көп деген секілді өз-өзімен сөйлесіп келе жатқан кезде көшедегі суреттен әйелі Жанан мен Қалелмен кездесіп отқанын көреді. Осы кезде таңғалып қалады. Бұл қатын маған қалай опасыздық жасады, менің көзіме шөп салуға қалай ғана дәті бар дейді. Ал мұнда Бунамидің тоқалы көңілдесі деп алақ, Бунами сыйлаған сыйлықты өткізгісі келеді. Бірақ өкінішке орай Бунами оны алдаған. Ешқандай да таза бриллиант емес еді. Ауруханада Нұқ барлығы қасында жылы шырай танытып жатқан кезде Нұқтың қарындасы Гүлшоғымен келеді. Тіпті Асатты телефон арқылы сөйлесіп, қал-жағдайын сұрайды. Бауырым, ағам қайда екен деп Сумру қуанышты балаларының тату болғанына. Мұнда таксин жазуды алып тастап, енді бұл үй менікі, бұл үй енді иесі мен боламын деп үйге кіріп кетеді. Ал мұнда Жанан газет оқып отырады. Ашуланған Бунами келіп, сен қатын не бүлдірдің? Менің сыртымнан қандай опасыздық жасап жүрсің? Міне, мынау кім? деп сұрайды. Жанан ақталып жатыр, қалай айтарын білмей. Ол кезінде Жананды алдап алып кеткен, бірақ Бунами әлі күнге дейін ақшасын алып кеткенін білмейді. Әйелімен ұрысып жатқан Бунамиге көңілдесі яғни келеді. Сен мен неге алдадың? Сен маған өтірік жүзік беріпсің, бриллиант беріпсің дейді. Осы кезде Жанан, сендер екеуің қандай кезде махаббатқа жүрсіңдер деп ұлы қырғын шығарады. Бунами тек екі ортада ақталып жатыр. Мүмкін емес, өтірік айтады дейді. Бірақ екі әйел қырғын соғысып, ақыры Жанан Эсманың алып кетеді бөлмесіне. Ал мұнда Асат Нұқ үшін, яғни бауыры үшін қан береді. Барлығы көңілді. Рахмет, Нұқ, сенің арқаңда енді аман қалатын болды дейді. Жалғасы бар.